Үндістанды билеген қазақ қызы. Ұлы дала ұландары бұл елді 12 ғасырда жаулап алып, 200 жыл бойы билеген. Сол билеушілер арасында алғаш рет теңге сарайын ашып, медицинаны дамытқан және жемқорлықты түп тамырымен жойып жіберген ерек тұлға Елтұтмыш. Елтұтмыш сұлтанның бірнеше ұлы болған. Алайда ұлдарынан ұлы боп туған қыз перзенті Рәзия патриархалды мұсылман әлемінде бірінші рет түгелдей бір сұлтанаттың билеушісі болады. Әйел адамның аса бір құқығы да болмаған үнді елінде Рәзияның сұлтан болуы үлкен резонанс тудырады. Бірақ Елтұтмыш пен Рәзия ұлы даланың ұрпақтары. Ұлы далада әйел құқығы ер құқығымен тең болған. Әйелге бағынғысы келмеген әмірлер бірінің артынан бірі көтеріліс жасап, Рәзия сұлтанды тақтан тайдырмақ болды. Бірнеше рет қаскөйлер Рәзияны астыртын өлтірмек те болған. Алайда ұлы даланың өр мінезі мен мінсіз дипломатиясын бойына сіңірген Рәзия сұлтан көтерілістің бәрін басып, халқының толық қолдауына ие болады. Әкесінің ісін жалғастырып, ғылым мен мәдениеттің дамуына баса назар аударады. Ел басына күн туғанда атқа қонып жауға шабады.